Коронавирус бойынша айтып кетсек, қазіргі кезде коронавирусқа қатысты сезонность әлі анықталған жоқ. То есть коронавирус жыл сайын 12 айда тіркелуде. Бірақ қазір көріп отырмыз, коронавирус осы бірінші рет қыркүйек айында сырқаттанушылық өсті. Қазір біз байқап отырғанымыз сырқаттанушылық осы қаңтар айында өсті. Бірақ айтып кету керек, осы сырқаттанушылық өсті дегеніміз қарасақ, өткен жылмен салыстырсақ сырқаттанушылық төмендеді. Бірақ осы желтоқсан, қаңтар айына қарағанда 2 есеге өсті. Ал ол абсолюттық цифрды қарасақ, ол 200-ге жуық жағдай және 500 жағдай. Осындай абсолюттық цифрды қарасақ, ол өте күрделі емес деп санаймыз.